Үйіңізде желінбей қалып кеткен құлпынайдан не жасасам екен деп отырсаңыз, осындай оңай пирог дайындап көріңіз. Таразы да қажет емес, өте дәмді болып шығады. Ең бірінші 3 жұмыртқаны жарып салып, үстінен 1 стакан осындай қант салып жақсылап араластырамыз. Енді жарты стакан сұйық май құямыз. Бізге сүт қажет болады. Мен осы Петропавловский отборный сүтін пайдаланамын. 1 стакан сүтті құямыз, жақсылап барлығын араластырамыз. 2 стакан електен өткізілген ұнды салып, тағы да үстінен разрыхлитель қосып, қоймалжың масса болғанша араластырамыз. Бізде осындай қою масса болу керек. Енді желінбей тұрған құлпынайды турап алып, жүгері крахмалымен араластырып, барлығын саламыз. 180 градуста қызып тұрған пеште 45 минут шамасында пісіресіз. Әсемдік ретінде бетіне құлпынайды ірі көлемде турап, сәндеп шықсаңыз болады. Посыпка сеу жеріңіздер әдемі болып көрінеді. Рецептін төменге описанияға жазып қалдырам. Осылай көтеріліп, күшті болып пісті қыздар, жасап көріңіздер. Рецепт ұнаса лайк басып, жақыныңызбен бөлісіп, парақшама да тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.